Министріміз айтқандай, заң 1 қаңтардан бастап енді, өткен жылы өзіңіздің басқаруыңызбен үкіметте 2 мәрте қаралды, жұмыс тобы болды, мәжілісте де пікір алмасу болды. Сондықтан заң бизнес қауымдастығымен жақсы пікір алмасып, меніңше осы саладағы отандық кәсіпкерлердің мүддесін қорғауға және олардың квалификациясын көтеруге әсерін тигізеді деп ойлаймыз. Енді 17 нормативтік құқықтық актілер қабылдау керек. Айта кетсем, Бақытжан Әбдірұлы, біз көтергенбіз, қазір әкім мырзалар да тыңдап отыр. Мынау осы бюджеттік администрациялар өздерінің сатып алу жоспарларын дайындау уақытысы, оны уақытылы сайтқа шығаруы, оның бәрі осы уақытқа дейін ешқандай жаза қолданылмаған. Сондықтан заң бойынша қазір әкімшілік жаза қолданылатын болады. Соны айта кетейін деп отырмын. Қазір 1 ақпанға дейін барлық бюджет администрациялық мемлекеттік тапсырыс бойынша сайттарға өздерінің жоспарларын ілу керек. Біздің ақпарат бойынша осы айдың 10 қаңтарында тек 18%-ақ, егер 23 мың мемлекеттік кәсіпорындар болса, соның 18% ғана, 4 мың ғана қазір сайтта өзінің жоспарларын іліп отыр. Сондықтан бұл мәселені қолға алып, ал заң енді алдағы уақытта сол бюджет администрацияның басшыларына административтік жаза қолданатынын айта кеткім ескергім келеді. Бақытжан Әбдірұлы, айта кетсек, әкімшілік жауапкершілік квази секторда да қолданылады. Енді министр мырза көп мәселелерді айтып кетті. Негізгі мәселелер өзіңіз үкіметте талқыланған мәселеге тағы тоқтап кеткім келеді. Заң осы мәселелерге жауап беріп отыр. Сіз тапсырғандай сатып алуды орталықтандыру. Яғни мына жиһаз бен жеңіл өнеркәсіп мәселесін қараған кезде, оны орталықтандыру арқылы, бір жерден лоттарды іріктеу арқылы, сол арқылы арнайы техникалық спецификация жасап, отандық кәсіпкерлік қолдау тапсырғас. Енді заң осы мәселені нақтылады. Қазір барлық республикалық, облыстық, аудандық тауарлар мен тізімдерінің бәрін қаржы министрлігі түсірді. Ендігі алдағы уақытта нормативтік акті, яғни осының тиісті тетігін әзірлеу қажет болып отыр. Егер осыны қолға алсақ, мұны орталықтандыру, сатып алу толығынан қолға алып, өткен жылы өзінің тапсырма бойынша кемшіліктердің бәрін қолға алып, бұл мәселені қадағалап, алдағы уақытта отандық кәсіпкерлерді қолдауға болады. Заң осындай мүмкіншілік беріп отыр. Біліктілікті алдын ала іріктеу, яғни ПКО-ны айта кетсек, заң енді алдымызға қойып отыр. Мына ұлттық қор, самұрық қазына бұл мәселені 2 жылдан бері енгізіп келеді. Өзіңізде де егжей-тегжейлі қарадық. Бұл өте тиімді. Өйткені осы іріктеу арқылы жаңағы өзінің квалификациясы үлкен отандық кәсіпорындар, яғни нағыз товар өндіретін, қызмет көрсете алатын, репутациясы бар компаниялар өте алады. Оған алғашқы фильтр болады. Мына алдын ала іріктеу арқылы бұл норма мына мемлекеттік тапсырыста да бар. 16 жылдан бері, бірақ осы уақытқа дейін тек 1 санаттағы құрылыс саласына қолданып келді. Ондағы 4 компания бұл ПКО-дан өткен. Жаңа министр мырза айтып кетті, осы жылдан бастап барлық құрылыс саласында негізгі тендерлердің бәрі сол салада. Сондықтан бұл норма қолданатын болады. Ал алдағы жылда ұлттық самұрық қазына қорының біліктілеу реестрімен, ПКО-сымен, яғни мемлекеттік тапсырым ПКО-сы бірін-бірімен түйістіріледі. Сондықтан бұл өте ыңғайлы болады. Яғни самұрық қазынадағы сіз егер алдын ала іріктеуден өтсеңіз, мемлекеттік тапсырысқа да қатыса аласыз. И керісінше мемлекеттік тапсырыста өтсеңіз, ертең ұлттық қазына самұрық қазынаның тендерлеріне қатысуға болады. Бұл да өте тиімді деп ойлаймыз. Ұлттық режимнен алып қою. Бұл норма біздің евразиялық шартта бар. Бірақ заңда нақтыланды. Енді үкіметке осындай құзырет беріліп отыр. Бұл отандық кәсіпкерлерді қолдау үшін Беларусь, Ресей Федерациясы бұл норманы өте жиі пайдаланып жүр. Өзінің отандық кәсіпкерлерін қорғау үшін 2 жылға дейін, яғни ұлттық режиммен тауарлар алынып алады да, өзінің ерекше тапсырысымен өткізіледі. Сондықтан қазір біз индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің бірге алғаш рет Қазақстанда көлік құралдарын және трансформаторларды ұлттық режиммен алу туралы қазір ұсыныстарымызды дайындап жатырмыз. Сондықтан бұл нормада алдағы уақытта отандық кәсіпкерлерді қолдауға меніңше жақсы жағдай жасайды. Демпинг туралы айта кетсек, бұл мәселе Бақытжан, өзіңіз өңірге барғанда барлық әкімшілер тарапынан және өзінің товарын шығаратын, репутациясы бар кәсіпкерлерді көп қойып жүрді, көп ойландыратын мәселе. Сондықтан бұдан да заң түрінде талқыланып, жақсы меніңше келісімге келдік. Депутаттар тарапынан да айтылды, біз қолдадық. Оның заңда жазбай-ақ, өйткені ертең заңда 5-10% деп нақты қойып қойсақ, ертең практикада басқа жағдай болса, заңға қайтып көруге болады. Сондықтан бұл нормативтікті бекітетін болдық. Уже жаңа министр мырза айтып кетті, 29 желтоқсанда бұйрық енгізілді. Айта кетсем, құрылыс материалдары жұмыстары бойынша біз 5% деп айтқанбыз, қазір бірақ 10% деді. Бұл да өте үлкен көрсеткіш деп ойлаймын.
және мынау проектілер дайындау бойынша 10%, және техникалық қадағалау технадзорға 15%-ға дейін шектелді. Бұл өте дұрыс деп ойлаймын, қазір тендерлердің өтуінің алдында. Ал алдағы уақытта егер практикадан басқа көрсеткіштер көз жетсек, бір айдың ішінде министрлікпен келісіп нормативтік актіге енгізуге болады. Сондықтан енді алдағы бір жарты жылдың ішінде қандай практикадан біз материалдар жинаймыз, сол көрсететін болады. Тағы айтып кететіні, Бақытжан Нұрұлы веб-портал, яғни мына госзакуп бойынша пайдалану үшін ақылы түрде болды. Бұл да үлкен пікірталас туды, бірақ соңында меніңше дұрыс шешім қабылданды. Оған осыған қатысатын компаниялар өздері төлеу керек. Қазірге қарап отырсақ, Бақытжан норма 1 қаңтардан бері түсті. 19 000 кәсіпорын қазір тіркелді. 1 миллиардтан ақшам қаражат осы веб-порталда өсіру үшін. Ал жыл сайын бүкіл жыл бойына 1 миллиард 300 миллион бюджеттен қаржы бөлінетін. Қазір 2 аптаның ішінде сол қаржы толығынан түсіп отыр. Ал ақпарат түрінде айтсақ, осы уақытқа дейін сол порталда 200 000 жоқ кәсіпорын тіркелген, оның 70 000-ы белсенді түрде жұмыс жасайды. Яғни бұл жақсы көрсеткіш, яғни бұл порталдың жұмыс жасауына барлық жағдай туғызады. Осы тұрғыда айта кететін Бақытжан Нұр, бізге атамекенге өзіңіздің протоколдық тапсырмаңыз бойынша бір көзден кіретін сайт дайындау тапсырылған. 18 жылдың алдын біз толығынан дайынбыз. Оған қазір толығынан мына қаржы министрлігі кірді сайты, Қазагро, Бәйтерек. Бірінші 90 аяғына дейін самұрық қазынамен налогпен бітеміз. Сондықтан толығынан кәсіпкерлер үшін бір нүктеден кіріп, толығынан ақпаратты алып, әркімге бармай бір кодпен жүргізетін болады, ендіру арқылы. Кодтары да бір-бірімен түйістіріледі. Сондықтан бұның бәрі өте ықшамдық жағдай жасайды. Соның ішінде тағы бизнес-аналитика бар. Бағаны қадағалап көріп отыруға болады. Қазір қаржы министрлігі осы біздің сайт арқылы барлық аналитиканы көріп отыр. Тендерлердің, яғни бір жерде бір затты екі облыста әртүрлі бағамен алады. Бұл алынатын туралы аналитика болды. Жаңа қаржы министрлігі айтып кетті. Бұл жаңа мемлекеттік тапсырыс комитетімен де байланысты болады. Сондықтан бұнда жемқорлық, басқа да жағдайларға алдын алуға мүмкіншілік жасайды. Енді Бақытжан Нұрұлы айта кетсек, квазигоссектор саласында да үлкен жұмыс жасалды. Өткен жылы біз шілде айында келісімшартқа келдік. Өзіңіздің тапсырма бойынша офтейк контракттар бойынша келістік. Яғни офтейк контракты сіз тапсырғандай арнайы инвестициялық контракт негізінде құрып отырмыз. Пилотты түрде 2 контрактқа қол жеткіздік. Биыл оны үлкейтіп 10-20 контракттан жеткіземіз деп отырмыз. 2 контракттың қазір пилот түрде көреміз. Яғни кәсіпкер тек қана ұзақ мерзімді шарт алмай, өзінің мойнына импорттан алып келетін товарды Қазақстанда шығару, немесе оған керекті бөлшектерді осында локализация жасау туралы міндетті алып отыр. Сондықтан бұл оң өзгеріс деп ойлаймын, жақсы көрсеткішке жеткізеді. Осы жерде ұлттық банктың басшысы отырған айта кетіп отырайын. Бақытжан, сіздің тапсырмаңыз болатынбыз, ұсыныс айтқанбыз. Өткен жылы 1 августте мемлекеттік шарт бойынша контракттарды, яғни тұрақты кепілдік ретінде алу Нацбанк шешім қабылданды. Ендігі отандық кәсіпкерлердің сұранып отқаны осындай ұлттық компаниялар, үлкен банк компаниялармен отырған ұзақ мерзімді контракттарды да банкілерде тұрақты түрде кепілдік алу мәселесін қолға алса деп өтініш айтып отырмыз. Осыған атсалысып бірге жұмыс жасауға ұлттық банкпен біз дайынбыз. Квазисекторде өзіңіз тапсырғандай внутри холдингтің арасында өзіне сатып алатын сомасы 300 миллиардқа төмендетілді. Енді яғни 300 миллиард теңгеге дейінгі товар, жұмыстар конкурент түрде отандық кәсіпкерлердің қатысуы арқылы алуға болатын болып отыр. Сондықтан бұл да оң өзгеріс. Сосын осы самұрық-қазына басшыларымен біз отандық кәсіпкерлердің қазір тізімін дайындап жатырмыз. Индустриялық сертификат арқылы 562 компания қазір бар. Алдағы уақытта 2000-ға дейін жеткізеді деп ойлаймыз. Бұл да жаңа алдын ала іріктеуге қатысуға, соның арқасында отандық кәсіпкерлерге өзінің 20%-ге дейін балын өзіне көмекке алуына мүмкіншілік туғызып отыр. Сондықтан бұл да отандық кәсіпкерлердің репутациясы бар, жауапты кәсіпкерлердің жұмыс жасауына осындай меніңше мүмкіншілік туғызады деп ойлаймын. Рахмет назарларыңызға.